Бүгін дәстүрлі достық фестивалі өтуде. Нұр-Сұлтан қаласында биылғы біз дәстүрлі достық фестивалінің тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнап отырмыз. Бұл жерде ең негізгі басты мақсат мынау біздің қаламыздағы Нұр-Сұлтан қаласындағы әртүрлі этнос өкілдері бар, солардың өнерлерін тамашалау, олардың жаңағыдай өзіндік қоятын сахналық дүниелері бар, солардың барлығын тамашалау және ең бастысы бірлік пен татулық. Мынау біздің ең негізгі, ең басты құндылықтарымыздың бірі. Соның аясында ұлттардың арасындағы, этностардың арасындағы достықты нығайту.